Қазақ хандығының орта жүзін құраған, яғни орта жүз қазақтарының саны шамамен 1896-1911 жылдары өткен ауыл шаруашылық санақтарына сәйкес орта жүз қазақтарының саны. Оның ішінде арғындардың саны, мына шығысқа келек, арғын. Олар 509 мың адам шамамен. Ал наймандар 395 мың, қыпшақтар 169 мың, қоңыраттар 128 мың. Қыпшақтар міне. Қыпшақтар 169 мың. Қоңыраттар 128 мың шамасында. Керейлер, міне. Керейлердің саны 90 мыңның айналасында. Алайда уақ тайпасының саны белгісіз қалдырған екен. Бұл 1896-1911 жылдарда өткен ауыл шаруашылық санақтарының нәтижесі бойынша орта жүз қазақтарының саны.